Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше рецептпен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші тауықтың төс етін 4 бұрышты етіп турап аламыз. Оған 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 3 ас қасық кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қызып тұрған табамызға 2 ас қасық сұйық майды салып, жаңағы тауықтың етін 2-ге бөліп, жақсылап қуырып алатын боламыз. Тауық еті әдемі осындай бөлікке бөлініп қуырылып шығады. Келесі кезекте 4 ас қасық қантты қызып тұрған табамызға саламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық приправа, яғни қызыл приправа, паприка салсаңыздар болады, ащысын салсаңыздар болады. Және 1 шай қасық сұйық май, 4 ас қасық соя соусы және 3 ас қасық алма сірке суын салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 3 тіше чеснокты осылай майдалап салып, жақсылап араластырып бір қуырып аламыз. Одан кейін осылай 2 ас қасық кукурузный крахмалға 2 ас қасық су салып, жақсылап араластырып, жаңағы соусымызға құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір араластырып алғаннан кейін осылайнан 50 мл су құйып, оны жақсылап араластырып аламыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне жаңағы тауықты қуырып алған тауығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін бір қуырып алып, оның үстіне күнжутты салып, күнжутымызды салып араластырып аламыз. Сөйтемізде қақпағын жауып, кішкене қуырып алатын боламыз. Осымен біздің тәтті тауық еттеріміз дайын. Күрішпен беріңіздер, күрішпен өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.